Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және желі пайдаланушылары. Өңірімізде жас талантты балалардың өнерлерін насихаттау барысында Кидстар жобасы іске асырылып жатыр. Назарларыңызға Шерхан Мұртаза атындағы мектеп гимназиясының оқушысы Жамал Сезім Рүстем қызымен сұхбаттасатын боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Би музыкалық ырғаққа сай дене қимылымен көрсетілетін өнер түрі. Би хореографиясы жинақы образдар арқылы болмысты бейнелеп, адамның ішкі жан дүниесін көрсетеді. Бүгін бізде қонақта жас биші Media School орталығында ораторлық, актерлық, журналистика бағытында білім алып жүрген, би жағынан халықаралық жарыстардан республикалық бойынша бірінші орын жеңімпазы Сезім Рүстем қызы. Қош келдің, Сезім. Рахмет. Бүгінгі саған қойылатын бірінші сауалым, би өнеріне қалай келдің? Би өнеріне мен өз қызығушылығым арқылы келдім. Би өнеріне мен 6 жасымнан бастап қатысып келемін. Сезім, республикалық үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүр екенсің. Сол жайында кеңінен айтып берсең. Иә, мен халықаралық республикалық жарыстардан бас жүлде гран-при иегері атанғанмын. Жақында ғана осы Ыстықкөлге билет ұтып алдым. Жазда осы жерге барып өзімнің өнерімді биікке көтергім келеді. Рахмет, Сезім, жарайсың. Болашақта би өнерін жалғастыру ойында бар ма? Жалпы армандарың қандай? Би өнері бойынша мен көптеген жетістіктерге жеткім келеді. Болашақта өзімнің би өнерімді дамытып, балаларды дәл мен сияқты билеуге талпындыратын едім. Жарайсың, Сезім. Өмірде өзің қандай бишіні үлгі тұтасың? Мен өмірде Шара Женқұлова дейтін апамызды үлгі тұтамын. Рахмет. Жалпы өзіңнің өнерлерің көп екен. Білім жағынан қарастыратын болсақ, кітапханаға жиі келесің бе? Иә, мен кітапханаға барғанды өте қатты жақсы көремін. Әсіресе Әл-Фарабидің әңгімелерін, ертегі кітаптарды оқығанды ұнатамын. Ең соңғы оқыған кітабым Сайын Мұратбековтың Жусан иісі әңгімесі. Рахмет, Сезім. Өнерің өрге жүзе берсін, талабың таудан биік болсын. Тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Құрметті оқырман және желі пайдаланушылары, сіздердің де таланттарыңыз бар болса, бізге дайректке шығыңыздар. Біз сіздерге кері байланысқа шығамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет.